Оларбек Нұрғалымұлы Дай ағашы. Бұл бөлім жалғыз дәннен жапырақ жайған деп аталады. Иә, бұл да демін ішіне тартқан қатулы қазақ тарихының қанкешті бір парағы. Бордай дейтін әжеміздің басынан өткен қилы оқиғалар. Болған жайды болған күйінде баяндап беруді жөн көрдік. Өткен ғасырдың 20-шы жылдары. Арқаның қысы арқырап тұрған уақыт. Елге оба дейтін дерт тарап, бір төбенің айналасын қыстап отырған ағайынды 4 шаңырақтың отағасы, үлкендері баудай қырылады. Бордай әжемізді күйеуі 4 ағайындының кенжесі Тасболатта қайтыс болып, жесір қалады. Онымен қоса Тасболаттың басқа ағаларынан қалған 10 жасқа толмаған балалардың өзі 20-ға жуықтайды. Оған өзінің ұсақ балаларын, өзге ересек балаларды қосқанда 40-қа тақау жан қалады. Бас қалқалары Бордай әжеміз және Тасболаттың тұңғышы 20 жасқа енді ілінген Бәйділда. Біреуді біреу білмей мәңгірген, әркім жанын сақтап қалуға қам қылған заман. Сонда Бордай әжеміз мұнда еш туысы жоқ панасыз қалған балаларды бір жағы обадан алып қашып, бір жағы аталары өскен жұртқа апармақ болады. Түрлі жағдаймен арқаға ауып келген 4 ағайындының ата мекені сыр өңір екен. Енді мынау арқадан сонау сырдың бойына бармақ. Әттең, осы күннің көлігімен бір-ақ күнде жетер жер ғой дейсің. Шиқылдаған сарауыз балапандарды бірін-біріне мінгестіріп, бірін кебежеге салып, бірі жаяу дегендей шұбыртып, көшкен көш 3-4 ай жортады. Ондағы азап пен қасіретті адам айтып тауысқысыз. Балалар шетінен шетінейді. Тіпті түйедегі кебежеге салып қойған Бордай әжеміздің Айсұлу, Күнсұлу дейтін 2 қызы бір-бірінен асып қараймыз деп, бірін-бірі түйенің астына алып түсіп опат болады. Жол бойы адам көміп отырып, арып, ашып, өліп, талып, сырға жеткенде әлгі адамдардан 7-8 ғана қалыпты. Келген соң ауа жақпай тағы өліп, ең соңында Бордай әжеміз, Байділда, 3-4 жасар бір бала және омыраудағы сүт кенжесі Сәдуақас қана қалыпты. Біраз уақыт өтіп, үйренісіп, енді өлім осымен тоқтап қалар деп үміттеніп отырған көшті бастап келген Бәйділда да қайтыс болады. Жап-жас болып, осыншама жерден бұл жаққа балаларды бастап қалай келді екен деген елдің сөзі тиді ме, көзі тиді ме, Бәйділдам ауырмай сырқамай қайтыс болды ғой қарғам, дейтін көрінеді әжеміз. Қабырғасын қайыстырған қайғыны көтеріп, қалың жұрттың ішінде бұлар да тіршілігін жалғайды. Сол сырдың бойында 1941 жылға дейін қазақ не көрсе соны көріп өмір сүріп жатады. Ішіңіз сезіп отырған шығар. Аяқ астынан бұрқ ете қалған алапат соғыс әжеміздің жалғызы Сәдуақас пен қайнысын солдаттар қатарына іліп әкетеді. Бордай әжеміз мәңгіріп қалыпты дейді сонда. Баласын құшақтаған қолдары тас болып қатып, үн-түнсіз отырып қалыпты. Сәдуақас кеткенде үйде бір жылқы, бір сиыры бар екен. Бордай әжеміз сол екеуін күндіз-түні күзетеді дейді. Біреу-міреу алып кетеді десе керек. Сәденнің аты, Сәденнің сиыры деп оларды үйге кіргізіп алыпты. Қора емес, үйге. Суды алыс өзеннен инағашпен әкеліп суарып, кейде тіпті құшағына балта қыстырып өзі босағада жатады екен. Біреуге қаралы қағаз келіп жылап, біреудің жаралы ұлы келіп жылап, ел күнді күнге, түнді түнге жалғап жылаудан көз ашпаған ауыр кезең. Көп уақыт өтпей-ақ қайнысы жайлы да қара қағаз келіпті. Қайғы одан сайын қалыңдап,
үрей одан сайын үдеп, Бордай әжеміз де Құдайдың құтты күні жылаумен болады екен. Бір күні кеште Бордай әжеміздің үйіне көршілер кіріп келеді. Орнынан атып түрегелген әжемізге қуанышты хабар айтады. Сәдуақас, сәденіңіз келді апа, деп сүйіншелейді. Сол кезде күтпеген оқиға орын алады. Әжеміз талып қалыпты. Кейін өзі айтады екен, бір есімді жисам, қазан жақта адамдар жүр екен. Сәденіме сақтап жүрген сары майым бар еді, соны ұрлап жатыр екен деп орнымнан тұрайын десем, қозғала алмаймын. Одан қайта ұйықтап кетіппін. Түн болып кетіпті. Есімді енді толық жинап қалған секілдімін. Бағана келгендердің сөзі есіме түсті. Сәденіңіз келді деп еді ғой. Сәденім менің төсегімнің алдында жататын. Келсе сол жерге жатады ғой деп қарасам, Құдайым-ау, жатыр сол жерде. Қорылдап ұйықтап кетіпті. Сенер емеспін. Сәденіммін деп келіп, сәденің атын алып кеткелі жүрген біреу болмасын деп ойлап қоям. Содан кейін төсектен түсіп, ақырын аяғын сипаласам, сәденім секілді. Сәденнің оң жақ аяғында бала күннен қалған тыртық бар еді. Қолыма сол іліне кетпесі бар ма? Сәден-ау, сәденсің бе десем, апа, мен келдім дейді. Құдай-ау, шын екен, құшақтай бергенім сол еді, мен бейшара қайта талып қалыппын ғой. Сөйтіп, әжеміз жалғыз ұлымен қауышады. Әрі қарай өркенді өмір басталады. Сәдуақас Күләш деген тәрбиелі, көргенді қызбен үйленіп, екеуі аналарын өмірінің соңына дейін алақандарына салып әлпештейді. Сәдуақас та айнала жұртқа аяулы, кісілікті, ерен азамат екен. Құдай тілегін беріп, ұрпақтары өсіп өркендейді. Қазір қара шаңырағы тамыры терең, жапырағы жайқалған теректей мәуелі әулет. Қызылорда облысы Сырдария ауданында тұрады. Төлеген, Сансызбай, Дайрабай деген 3 ұлы мен Рабиға есімді қызы болып, Төлеген ағамыз демалысқа шыққанға дейін аудандық емхананың есеп қисабын басқарса, Рабиға ұлағатты ұстаздық қызмет атқарып, Сансызбай, Дайрабайлар да елге еңселі еңбектері сіңген азаматтар болады. Еңселі еңбек деп отырғанымыз, Сансызбай ауданда алғаш рет Сәдуақасовтар дейтін отбасылық оркестр құрып, өзі де талай шәкірт тәрбиелеп шығарады. Сыр өңірінен шыққан қазақтың біраз эстрада жұлдыздарының алғаш қанат қағуларына себеп болған да осы кісі. Әнші ғана емес, белгілі ақындардың да ақылшы ұстазы. Қызылорда облысының атынан сән мәрте айтысқа түсіп, топ жарған Жүрсін Ерманның сөзімен айтсақ, қашанда текті айтыс жасайтын айтыскер ақын Нұрмат Мансұр осы Сәдуақастың қызы Рабиға анамыздан туады. Сәдуақастың туған жиені. Осы Нұрматты да сонарға шығарда қырандай боп баптап отыратын Сансызбай көкеміз екен. Сәдуақастың ел алдында сөз алар жиені Нұрмат қана емес, Бағдат дейтін ағасы аудандық мектептің 2 тізгін 1 шылбырын қолға алып, ұлт ұрпағын тәрбиелеуде ерінбей еңбек етуде. 10 құрсақтан бір жалғыз қалып, бір жалғызы соғысқа кетіп, Алла аман сақтап қалған Бордай әжеміздің Сәдуақасынан қайта қаулап өскен өрендер. Төлегеннен 5, Сансызбайдан 5, Рабиғадан 6 бала өмірге келіп, олардан немере шөберелер тарап, қазірде бір қауым елге айналған. Өткен кеткенді әңгіме қылғанда Бордай әжеміз, мен қанша жыласам да Аллаға еш налған емеспін, жалынып жақсылық сұрай бердім. Кейін ойласам, Алла берген жақсылық деген сол күш-қуат екен ғой дейді екен. Үзіле жаздап жалғанған тек дәулеттің ошақ оты маздай берсін. Құдіреті күшті Алла тағала аналар жүрегінің қуатын арттыра бергей. Патшаның рәсімі. Тәуелсіздіктің алғашқы айлары болатын. Жасымыз 10-ға толмаған баламыз. Шыңжаң өлкесінде алыс елді мекенде тұрамыз. Бір күні дастархан жасалып, көп адам жиналды. Бәрі көңілді, арқа-жарқа. Әбден көз байланған уақытта ауылдағы саудагер Айқын кіріп келді. Қолында шиыршықтап ораған қағаз бар. Төр алдына барып жайғасты.
Ал енді аш, деді үлкендер ентелеп, Айқын ыңыранып. Көрем дегендерің көрімдік тастаңдар, деп қояды. Көрімдік алды ма, алмады ма есімде жоқ, әлгі ораулы қағазды ашты. Маңдайы жарқыраған сом денелі кісі тұр. Жапырлай қарап тамсанып жатыр. Әкемнің патша десе патша екен ғой дегені есімде. Бәрі жағалай өз қолдарына ұстап анықтап көріп жатты. Бір кезде Мәден ақсақал: қазақтан шыққан патша осы болды де. Маңдайы кереғарыс боп тұруын-ай, қазақтың бағы жанған екен, деп қалтасынан шытын алып көзін сүртті. Міне, біздің ауыл қазақ патшасы Нұрсұлтан Назарбаевтың суретін бірінші рет осылай көріп еді. Саудагер Айқын бүкіл елді аралап көрсетіп шықты. Сол суреттің ыстық суығы басылғанша ауыл адамдары бір-біріне патшаның рәсімін көре алыңдар ма, деп шұнан қағып қауқылдасып жататын. Халипа Алтайдың көз жасы. Аллаға шүкір, сырттағы қандасын отанына шақырып отырған жер бетіндегі 3 мемлекеттің бірі Қазақстан. Тәуелсіздігін жариялаған алғашқы аптасында тәй-тәй басқан баладай тәлтіректеп тұрса да, шетте қалған қазаққа қол бұлғады ғой. Отан деген осы. Қазақтың қамын қазақтан басқа кім ойламақ? Ел болудың қамы да осы болатын. Содан бері аз ба, көп пе, 1 миллиондай қазақ келіпті. Көшіп қонудың, көшіріп алудың машақаты әрине оңай емес. Біреу о дейді, біреу бұ дейді. Әйтеуір осы топырақта жергілікті халықпен қоян қолтық араласа өмір сүріп жатыр. Өмір сүре береді. Неше миллиондап өсе береді. Тәуелсіздік дегенде Стамбул көшесінде сәждеге жығылып, еңкілдеп жылаған жарықтық Халифа Алтай атамыз есіме түседі. Қытайға бодан болмаймыз деп, Алтайдан ауып, Гималай асып, шөл кезіп, арып ашып, қырылып жойылып, Түркияға табан тіреген ғой. Сол кісі 1991 жылы желтоқсан айының ортасында Стамбул көшесінде келе жатып, көпшілік радиодан: бүгін қазақ елі тәуелсіздік алды, жер бетінде Қазақстан деген мемлекет пайда болды, деп саңқ еткен дауысты естиді. Естиді де егіліп жылайды. Сол тұрған жерінде құбыланы тауып алып сәждеге кетеді. Жаратқан иеден: я Аллам, қазақ деген халыққа ақыры еркіндік бердің-ау, айбарлы мемлекет қыла көр, деп дұға тілейді. Қуаныштан ыршыған көз моншақтары тас еденге тырс-тырс тамып ұзақ жатыпты. Азаттықты аңсай-аңсай әбден зарыққан ақсақал ертесінде Қазақстанға бет түзепті. Сөйтіп, елбасының қолынан тұңғыш азаматтық алған шетелден келген қазақ осы Халифа атамыз болыпты. Келсем, енді ғана тәуелсіздік алған қазақты түрлі жат діндер жан-жағынан анталап тұр екен. Содан ата дінімізге үлес қосайын деп, бір жағынан жанасалап мен де шаптым, деп естелік айтады жарықтық. Сол кісі қазақша мағыналаған қоңыр Құран түрлі ұлт тілінде жарық көретін Құран ретінде Меккеде басылып шығатын Құрандардың қатарына қосылған. Қазақстаннан қажылыққа барған қазақтың көзіне оттай басылып Меккеде тұр. Атамыздың жәні жәннатта болғай. Ата жұртқа келуім бір хикая. Енді ойлап отырсам, есіме еміс-еміс білген кезім екен. Ыстан деген бір сөзді анда-санда қайталап айтқанмын. Қыстаулықтағы Ақөткелдің жағасындағы жарда лақ жайып отырып айтып отырғаным анық есіме түсті. Алдындағы қазақ дегенді күнде айтылатын өзіміздің сөз болған соң онша қызық болмай, ыстан бұрын естімеген өзгеше сөз болған соң, жеп көрмеген таңсық астай таңдайыммен таусап отырғаным шығар деп ойлаймын. Кім білсін? Кейін патшаның суретін көрдік. Қазақтың патшасы, Қазақстан деген күңкіл-шүңкіл көп әңгімелерден кейін бұл сөздің санамдағы көлемі кеңейе берді. Айтпағым, Алтайдың ар жағында алғаш Қазақстан деген сөзді құлағы естіп, санасына сіңе бастағаннан кейін, оның өзінің ата жұрт отаны екенін біліп, аңсары ауып, арқандаулы аттай шиырққан, содан не бір қилы амал еткен
жас жүрегін жаралы еткен, сөйтіп жүріп аймаңдайын Алматының самалы өпкен, аң-қаңқ еткен ақын бала жайында. Қызық хикаяттар көп ақ. Қысқарақ һәм толығырақ айтсам деймін, Қазақстанға келу деген не өзі? Қалай болып еді? Өлең ауру екенімді 3-ші сынып оқып жүрген кезімде білдім. Өлең оқығым келіп аңсарым ауады да тұрады. Ауыл мектебінде 6-ші сыныпқа дейін ғана болды. Әдебиет оқулығын алдын ала тауысып тастап, кітап іздеп жан-жағыма ала сүрдім. Ауылда кітапхана жоқ. Мұғалімдердің үйінен кітап, журнал сұрап оқимын. Мағаз Разданұлы, Бердібек Құржықаев, Бәйтік Дүйсебай, Әзілбек Кінәзбек сынды ақын жазушыларды оқып, масайрап жүргенде бір күні қолыма Мұқағали Мақатаевтың «Қаздар қайтып барады» дейтін жинағы түсті. Аты жөнінің астында қазақшаға алынған Қазақстан деген жазу тұр екен. Керемет әсер етті. Фамилиясының астындағы жазуды айтам. Бір сиқыры бар. Мен Қазақстанның ақынының өлеңін оқып жатырмын деген іштей күбірлегендей боламын. Өлеңін көп түсінбесем де оқи берем. Жазылар естеліктер мен туралы деп жатқа оқимын. Артынша Фариза апамыз туралы «Шаша қарған қыз» дейтін кітапты, Қасым, Тұманбай, Қадыр ағаларымыздың өлеңдер жинағын, Қазақстан жазушыларының әңгімелері топтастырылған «Орамал» дейтін кітапты оқып, жалым көтеріле бастады. Одан Оралханды оқып. Айналама Қазақстан туралы әңгіме айта бастадым. Интернет түгілі қол телефон деген атымен жоқ кез ол. 7-ші сыныпта оқып жүрген кезімде Бекмұрат, Ербол, Жахау, Иман Ахмет секілді балалар бірігіп, аптаның белгілі бір күні бас қосып, тек қана Қазақстан туралы әңгіме айтуға келістік. Ұмытып барады екен мынау. 8-ші сыныпта оқитын кезде Мұрат дейтін мұғаліміміз Мұхтар Шахановтың «Дәуір дастандары» дейтін кітабын берді. Сұрапыл, ой дүнием астан кестең, аударылып төңкерілген сол бір уақыттың ыстық табы бойымызда әлі де бар секілді сезіліп тұрады. Өйткені ол кітап қолыма тигеннен бастап 3 күн бойы ұйықтай алмай қойдым. Танакөз дастанын, Бекмұраттардың алдында жатқа оқып тұрып, ортасына келгенде егіліп жылағаным естен кете қояр ма екен? Мынау жынды болып қалыпты, миының бәрі Қазақстан. Бұл анамның сөзі. Шыны керек. Қазақстан туралы ол кісілерде жарты білмейтін еді. 2000-ші жылдары ғана біздің ауданнан Қазақстан көрген кісілер шыға бастады. Олар ауданда ғой, аттарын естиміз. Пәленбай барып келіпті дейді. Олармен кездесу арман. Ауданға барып да көрмеген бала үшін тіпті де ауылда 9-ші сыныпқа дейін ғана, орта мектеп ауданда ғана бар еді. Әрі қарай 3 жыл ауданда оқимыз. Айтпақшы, 9-шыны бітірген соң қойдың артынан кете жаздаған бір хикаям бар еді. Құдай сақтады. Өзім біреудің кірпішін құйып, ақша тауып ауданға бардым. Оқу ары қарай жалғасты. Көкейде Қазақстан. Не керек? Паспорт жасату үшін шақырту алдыру тиіс екенмін. 2 рет шақырту алдырдым. Бір шақыру алдыруға 5 юан ақша керек. Ол деген сұмдық ақша. Жас отаудың 1 жылдық ішіп жеймі. Шақыртуларым жарамай қалды. Алданып қалыппын. Кейін білдік. Ол енді басқа әңгіме. 3 жыл оқыған атым болмаса, ақша іздеп алаң көңілмен жүрдім деуге болады. 3-ші рет шақырту алдырдым. Жалғыз өзім Алтай аймағына барып, құжаттарымды тапсырып, ақшамды өткіздім. Үлкен қаланы көрмеген ауыл баласының бір күн адасып жүріп, шақырту алдыратын жерді өлдім талдым дегенде әрең тапқаны өз алдына бір әңгіме. Хош, сонымен мектеп бітіретін жыл. Кешенді тестті тапсырмайтын болып, арнайы бас тартып ауылға қайттым. Шақыртуды күту керек. Көрші ауылдан Табысбек деген досым кеткен. Алматыға барыпты деп естідім. Артынша біреуден хат жазып, Секен Тұрысбектің «Ақ жауын» дейтін күй кассетасын салып жіберіпті. Ол қандай күңіренеді. Мың айналдырып тыңдаған шығармыз. Жиналып алып тыңдаймыз. Арамызда әттең дүние, Қазақстандап, сықсыңдап жылайтындарымыз да жоқ емес. 3 айда келеді деген шақыртуым тура 1 жыл дегенде келді. Алтайдағы әлгі жерге телефон соғам. Неге екенін батырып, ашу шақырып айта алмаймын. Дірілдеп, қалтырап әрең сұраймын. Олар бекпе? Жоқ. Келесі аптада хабарлас. 1 жылдың әр аптасында осы сөз. Саған шақырту келмейтін болды деп айтып қалмағанына шүкір. Болды.
Әйтеуір деген бір ой үмітімді жалғады да отырды. Шақыртуым келіп, ол жарайтын болып, 40 таңба бастырып жүріп, паспортқа жолдап, ол паспорттың келген кездегі қуанышты айтып сұрамаңыз. Тек қана паспорт жасатуға доп-домалақ 2 жыл кетті ғой. Паспортым келген күннің ертесі әкем түйе сойып тастады. Ауылдас дос-жаранды шақыр, батасын ал да кет деді. Ақын болып, аудан көлемінде таңылып қалғам. Өлеңші, күйшінің бәрі келді. Пәлен жыл армандаған арманың орындалды. Барған соң бізді де тартып ал. Ақ тілектер айтылып жатыр. Сол баяғы анам. Қазақстанда қарақолдар, бандиттер көп дейді. Елдің алдына шығып өлең оқығанды қой. Bir күні өлтіреді де кетеді. Кім сұрайды сені? Болмаса қайтып кел. Паспортың тұра береді. Осы ауылдан біреу барса, бірге барасың. Алматыға Үрімжі арқылы баратынын Табысбек досымнан біліп алғам. Ақын Ырысбек Дәбай екеуі Алматыда болатын. Енді қызықты қараңыз. Әлгі паспортыма виза аштыру керектігін Үрімжіге келгенде бірақ білдім ғой. Сөйтсем, Үрімжіде виза аштыру деген қырғын шірет екен. Алдын ала тізімделу керек дейді. Не керек? Үрімжіде 45 күн жаттым. Үйден алып шыққан ақшамның жартысын делдалға беріп, ақыры виза аштырдым. 45 күнде істеткенім бар, визаға бергенім бар. Алматыға шығатын күні қалтамда 2000 юан ғана қалыпты. Ол кезде 1 юан 15 теңге. Визам дайын болатын күні өзім танитын бір жігіт кездесе кетті. Қазақстанға барып келіп сауда жасап жүрген және өзі ақыншалас азамат еді. Менен кемі 15 жас үлкен. Пойызбен бірге кетеміз деді. Қуанып кеттім. Көп қылып ет асты жолда жейміз деді. 45 күн жатқан қонақ үйімнің асханасына 2 табақ етті астырдым да тастадым. Кеште әлгі жігіт келді де етті салып алып кетіп қалды. Сағат 9-да вокзалда кездесетін болдық. Пойыз деген жарықтықты естігені болмаса, көрмеген затым еді. Үрімжіде оқитын 2 класстас досым алып барды. Әлеуметтік телефоннан хабарлассақ, әлгі жігіттің берген телефонына қоңырау бармайды. Өтірік болып шықты. Енді қайттық. Қалайда кету керек. Пойыздың жүруіне 10 минут қалыпты. Жүгіріп, бір вагонның алдына барсам, көкала киінген қазақ жігіті тұр екен. Ассаулатып едім, билет сұрады. Билетім жоқ еді. Иығын 2 толғады да үнсіз қалды. Жүгіріп екіншісіне бардым. Сасқалақтағанда, Алматыға барасыздар ма, ала кетіңізші деппін. Мырс етіп күлді де қойды. Үшіншісіне бардым. Қулық ойлап үлгердім. Билетім іштегі кісі дедім. Үлкен көк шабаданым бар еді. Сүйрей-мүйрей мен де кірдім. Есікте жабылды. Пойызыңыз сырғи жөнелді. Алқынып кеткеннен бе, әлде пойыздың жүрісінен басым айналды ма, құсқым келіп кетті. Табалдырық жаққа қарап, бір лақтырып жібердім. Шүкір деймін осы күнде. Анау жігіт байқамай қалды. Қызық алда. Мінгенім жай жылқы емес, жорға екен демекші, мінген вагоным купе екен. Елдер кіріп есіктерін жауып алды. Мен залда көк шабаданның үстінде отырмын. Жол серік келді. Екеуара әңгіме өте ыңғайсыз болды. Көп ақ, жоқ, ренжісте тұрған жоқпыз. Ол мен оны түсінбедім. Обал не керек, қазақша сөйлеп ақ тұр. Сонымен жігіттің айтуынша, таңертең бір жерден пойыз тоқтайды. Мен сол жерден түсіп қалып, қайтадан Үрімжіге келіп, билет алып, келесі аптада осы пойызға қайта мінетін болдым. Сөйтіп, не істеп, не қойғанымды өзім білмей отырғанда, тура жанымнан шынтағымды сыра бір есік ашылды. Елуді еңсерген әйел адам екен. Шақырды, бардым. Өзі де үйдегідей жайланып отырып алыпты. Сабаз адам екен. Асықпай, анда-санда бір сөзді әрең тауып сөйлейді. Келсеміз дейді әйтеуір бір кезде. Қысқасы, жол серікке 300 юан беріп, осы отырғаннан Алматыдан бірақ түсетін болдым. Енді не керек? Басқа бір купеге алып келді. Онда да елгілер шамасындағы жер адам жатыр екен. Басын көтерді. Аз кем сөйлесті де ал демал деді. Мен қисая кеттім. Ана кісі қайта басын көтерді. Сосын орнынан асықпай түрегеліп келді де кеңірдегімнен ұстады. Көзім бақырайып кетті. Қарақол деген осы шығар дедім. Бір қолмен әрлі-берлі ырғап тұрып галстугымды шешіп алды. Жолда жүрмеген, пойызға мініп көрмеген мен бейшара қайдан білейін? Қылқынып галстук тағынып алған ғой. Және бірінші рет таққаным еді. Өзінше Қазақстанға құрметім бекен, әлде ауылдан ұзап мәдениетті адамдар қатарына бірден қосылып кеткім келді ме? Ол жағы да бұлыңғыр. Ұялып қалдым. Айтпақшы аяқта кроссовка. Шабаданымды аштырды.
киімдерінің бәрін алып ішінде ыңғайлысын алып алды да алып алдыма тастады. Өзі төсек салып берді. Әңгімені басынан бастады. Өзі де оралман екен, сауда істейді, Алматыда тұрады екен. Бәрін біліп алғаннан кейін ғана оңай ғой. Білмейтін адамға пойыздың да қыр-сыры көп. Бір оянсам сыздап жатыр екен. Атып түрегелсем қайда барарымды білмей дағдарып қалдым. Пойыз жүріп бара жатыр. Мүмкін емес, не болса да тоқтағанын күтейін дедім де бұтты қысып бүктетілдім. Айтып сұрамаңыз, ес кетіп жан шыққанда, таң атқанда бір жерге келіп солқ етіп тоқтады-ау. Залға шықтым. Сыртқа шығар есік жабық. Жолсерік келе жатыр екен, сұрадым. Жауып тастағам. Бұл шекара, сыртқа еш адам шықпайды. Қазір паспорт тексереді, ішке кір деді. Ерегістім. Анау ашпайды. Сөйтіп тұрғанда паспорт тексеретін қытайлар келіп қалды. Мен аңдаусызда үйге кіріп кетіп шыға алмай терезен соққылап жүрген торғайға ұқсап сыртқа ұмтылам. Аналар қаптап келіп ұстап алды. Қауіптенді білем. Дәретке тоқтағанда шығады екен деп ойладым деп жағдайымды айтып едім. Тұрғандар тегіс күліп жіберді. Екі әскер екі қолымнан ұстап сыртқа шығарды. Анадай жерде әжетхана тұр екен. Алып барып алып келді. Жыр-жыр күліп жүр. Елегем жоқ. Ұялатын бетте қалған жоқ. Оқ деп кеңіп қалғаныма мәзбін. Қайдан білейін, пойызыңда өгіз секілді жүріп келе жатып еректете беретінін. Жолда пойыз жолаушыларды түсіріп кетіп рельс ауыстыра келетін бір жер бар екен. Қасымдағы кісі мені ертіп түсіріп кафеге алып келді. Табаныңды басып тұрған жер Қазақстанның территориясы бауырым, құтты болсын деді. Толқып кеттім, қуанып тұрмын. Тамақты мен алайын аға деп елпек қағам. Сол жерде мені Алматыдан күтіп алатын Табысбек досыма таксофоннан телефон жалғадым. Ана кісі жалғап берді. Қайсы Алматыдан түсесің дейді. Табысбек, қанша Алматы бар еді дегенімше болған жоқ, үзіліп кетті әлгі. Анау кісінің карточкасымен соғып тұрмын ғой, қайта жалғатқанға ұялдым. Бірақ мен тағы да адасып кетпейін, басқа Алматыға кетіп бара жатқан жоқпын ба деген мұң қайта ектей бастады. Не болса да бара көрмеймін бе деп тағы ойлаймын. Пойызға мінген соң да сол ой маза бермейді. Ана кісіден жатағайлап сұрап едім, бұл екінші Алматыға ғана барады. Қамжеме, сол жерден күтеді өздері де деп күмәнімді сейілтіп тастады. Пойыз Алматыға жақындағанда күн шығып келе жатыр еді. Жұрт әлі ұйқыда болатын. Алатау көрінді. Сағындым Алматымды деген ән өзегіме өзінен өзі құйылады кеп. Айтпауға мүмкін емес, айтып келем, көзімнен тарамдалып жас ағып келеді. Бас мені бауырыңа. Есімде пойыздың тербелісі әнге не деген келеді. Кәдімгі сүйемел секілді екен ғой деп ойладым. Жүрегімді шаттық кернеп аласұрамын. Пойыздан түсіп, жан-жағыма алақтап тұрғанымда Табысбек пен Бейсен досым жүгіріп келе жатыр екен. Құшақтап, кезек көтеріп, ерекше қуанышпен қарсы алды. Менде еш жоқ, мәзбіз, жеттім-ау әйтеуір. Бұл 2004 жылы наурыздың 20-сы еді. Жігіттер, Мұқағалидың көшесімен жүре аламыз ба деймін мен. Жүргенде қандай, мүсіні бар, жап-жақын жерде дейді. Қызық. Сол бір сезім қызық болды. Мұқағалидың мүсінін көргенде денем суып сала бергендей сезілді. Мұқағали менен өз алдына бөлек әлем, бөлек адам, тіпті мені білмейтін де, танымайтын да, өз алдына жүрген, өз алдына өмір кешкен, өлген, маған түк қатысы жоқ адамдай сезіліп кетті. Сөйтсем, мен өзімді, өмірімді Мұқағалимен біріктіріп алған екенмін ғой. Ол менің күнделікті өміріме қатысы бар адамдай тұтасып, тұлғаланып кеткен екен. Қалай? Білмеймін. Қазір де жеткізіп айта алып отырған жоқпын. Соны Алматыдағы мүсініне келгенде аңғардым. Қызық. Табысбек те, Бейсен де жатақханада тұратын студент. Күзеттегі апайға қайта-қайта барып жүріп бір кезде кіргізді әйтеуір. Жуынып, шайынып, ауқаттанып алдық. Жатар орын жағы қиын екен. Басқа бір жерге барып жататын болып сыртқа шықтық. Барсақ ол адам жоқ екен. Алматыны аралайық деп екеуі мені ертіп алып, таң атқанша бақты қыдыртты. Таңға жақын бір жерге келдік. Тездетіп терезеден кірдік. Тар бөлмеде екі темір төсек тұр екен. Көп адам жатып тозғаннан ба торы созылып кетіпті. Жатқан адамның бөксесі жерге тиеді. Төргі төсекте Ырысбек жатыр екен. Тура ауға түскен балық секілді тордың ішінде жатқандай. Алда Мұхтар Мағауин, Мұхтар Шаханов, Тұманбай Молдағалиев, Фариза Оңғарсынова, Жәркен Бөдешұлы, Қадыр Мырзалы, Бекболат Тілеухан, Секен Тұрысбектей тұлғаларды көру, амандасу армандары тұр еді. Өміржан Тоқтарәліні кездестірем деген ой үш ұйықтасам түсіме кірмеген кез еді ол.
қайтыс болған қалжыңдар. Дәуір тегершігі тағы бір айналада осы күні шек сілеміз қатып күліп отырған әзілімізге жай ғана езу тартып, немесе мырс етіп, тіпті күлмей де қоюымыз бек мүмкін. Неге дейсіз ғой? Бала күнімізде дастарханға жиналған әжелер өзара әзілдесіп, күлісіп жырғап отырушы еді. Сонда көбінің айтатын әзілдері, анау Гүлсім байқамай қайнағасының атын айтып қойыпты, пәленнің келіні енесінің атын айтып қалыпты, сөзден сөз шығып байқатпай аузына салып жіберген қайындар екен деген секілді әңгімелер. Соған қарқ болып күлетін. Тіпті мына бір оқиғаны біздің ауылда білмейтін адам жоқ. Құсайын деген ақсақалдың келіні автобуспен қалаға барыпты. Жолда бензиннің иісінен жүрегі айнып лоқсиды ғой. Аңғал келін сол оқиғаны айтып отырып, жүрегім айнып, құсайын десем құсалмайым деген екен. Айнала отырғандар ду күлгенде келіншектің беті қызанақтай қызарып кетіпті. Сол әңгіме тәмсіл болып елге тарап, Құсекеңнің келіні Әймен бүкіл жұртқа танымал болып еді. Оны тіпті біздің ауылда апалар әлі айтып күліп отырады. Себебі өздері де әлі күнге атасының, енесінің, қайнағасының аттарын атамайды. Тіпті кейбіреуі бір әрпін ғана өзге адамдардың аттарын да айтпайды. Мысалы, менің әжемнің аты Жамбы. Анам сол кісінің атын айтылып кетеді деп Жамбасты Шұңқыржілік дейді. Бір апайымның атасының аты Тастақбай. Апайым және оның бүкіл абысындары Тас деп айтпай, Тас атауыны Қайыршақ дейді. Ол ауылдың Тасты Қайыршақ деп айтатынын бүкіл ауыл біледі. Қайындары қалжыңдағанда сондай сөздерді айтуға мәжбүр болатын, әңгімеге тартып, байқамай айтып қалса мазақтап, әзілдеп жатады. Тіпті пысықтары сол айтып қалғаны үлкендерге жетпес үшін жеңгелерінен ауызбастырықты алып та жатады. Бірде Талдықорғандағы көші-қон бөлімінде істейтін бір кісіден осы тектес бір әңгіме естіп, көңілім алабөтен әсерге бөленіп еді. Талдықорғанның Қарабұлақ кентіне Қытайдан көшіп келген жас келіншек құжат шаруасымен қалалық көші-қон бөлімшесіне барыпты. Бір кезде күйеуінің фамилиясын айтуға тура келеді, бірақ айтуға болмайды. Келіншек енді 4 жасар ұлына атаңның атын айтып бере қойшы дейді. Қырсыққанда ол да аузы үшкірейіп, жар сүзетін бұқадай көзінің астымен жатырқаса керек. Полицияға қарап сызданып отырып алыпты. Жазып бере қойғанға өзі төте жазумен оқыған. Қазақстанға жаңа келген келіншек кирилше жаза алмаса керек. Кезегін соңындаларға беріпті де кетіп қалыпты. Сізге өтірік, маған шын, зым-зия жоқ болып кеткен келіншек ертесі 7 жастағы баласын ертіп келіп тұр. Атамның атын мына бала айтып береді дейді. Содан сен атаң атын айтқызу үшін ауылыңа қайтып барып мына баланы алып кеп тұрсың ба деймін мен. Иә, енді қайтем деп жымиып күледі. Ой Алла, не риза боларымды, не таңғаларымды білмей, мырс-мырс күліп басымды шайқай беріппін, дейді әлгі көші-қон полициясының қызметкері. Жаңа түскен келін сол әулеттің үлкендеріне ғана емес, кішілеріне де ат қоятын. Қайын сіңілілерін еркем деп, кенже болса кенжем, ақ кенже деп шақыратын. Осы жай ғана ат тергеумен қайын сіңілілерін еркелетіп шақырудан қанша әулеттің келіні келген жеріне тастай батып, судай сіңіп, берекесі артты десеңізші. Өзгерген салтпен бірге қарым-қатынаспен бірге болмыспен бірге қалжыңдардың өзі қайтыс болады екен ғой. Әлдеқайдан құйындап ұйтқып соғып өтетін осындай бір ойлар келген кей сәттерде Құсайын деп құсалмай қиналған Әйменге күлген әжелердің күлкісін сағынасың да қоясың. Қараманнан шыққан қайыршы. Бидәулет тумысынан кедей адам еді. Бала күнімнен көз алдымда шошаңдаған 5 ешкісін айқайлап ары қуып, бері қуып, кіжінетінде жүретін. Кейін үлкендердің әңгімесінен естуімше, арғаталары да иіні жарып тон кимеген, тақымы толып ат мінбеген адамдар болған секілді. Оны бір жылы жазғытұрым жалданып масқоттың 300 қойын төлеткенде Бидәулеттің өзі де айтыпты. Жеріген қой, жағызған қозы дегендей, егіздете топырлап туып жатқан қалың төлді игере алмай кеткен Бидекең осы жүнді жауды жүзге жеткізе алмай 7 адам күйіп кетіп еді. Осылар қалай мың қырылтып айдап жүреді осы? Құдай-ау, мынаның малының қысыр қалған бірі жоқ па? Енді текесі лақтап қошқары қозылайтын шығар деп күйінген екен дейді. Сол Бидекең туралы әңгіме ғой бұл. Қорасының алдында өзінен өзі зіркілдеп тұрған Бидәулетке бір күні көршісі әрі құрдасы
Құнаш жақындап келіп, әдеттегідей өзгеше бәсең үнмен сырласқысы келген адамдай жақын тарта сөйлесіпті. Бидак, осы саған көптен бері бірдеңе айтайын деп жүр едім, дейді ғой. Айта бер, жер алыс болып қолың жетпей жүр ме не? Депті Бидак. Бұрында жібектей есіліп тұрғаны шамалы ғой, десе де соңғы 1-2 жылда сенің мінезің қатты өзгеріп кеткен секілді. Болар болмас нәрсеге сонша ашуланып, 50-ге жетпей әшейін бір шарқайы шалға айналып барасың. Әкеу, бұл бұрын тым мұндай емес секілді еді деп қоям. Не болып жүр өз саған деп мұңданыпты. Кедейліктен қашып кеттім, Құнаш. Балалар жас. Бұл кедейлік адамды тиықтатып, тамтығыңа жетеді екен ғой. Жалығып кеттім тіпті деп, оның да тізесі дереу бүгіле кетіпті сонда. Демалып ал онда, депті Құнаш құрдасы қыжыртып. Мынаның астына барып, бірақ демалатын шығармын деп қолындағы ағашпен жерді шұқылапты Бидак. Қайтесің енді? Кедейлік жалықсаң шешіп тастар киім емес, шыдайсың да, туыстарың бар әйтеуір. Туысыңнан бір серке жалып көр, сонысын бұлдап бір жар жұмысқа салады. Онан да жатың жақсы. Жат жарылқай ма, Бидак-ау? Оның да жолы бар шығар, ойлану керек, депті Бидәулет. Бидекеңе туыстары көмектеспейді емес, көмектеседі екен, бірақ дәл бергенін бұлдамаса да, анау-мынау тірлігіне жәрдемге шақырады ғой. Соған өзі қияңқы қырыс адам кейде шамырқанып істесе де күңкілдеп бұрқылдап жүріп істейді екен. Оның Құнашқа жақыныңнан жатың жақсы деуінің ар жағында бір бәлелі ой бас көтеріп келе жатыпты. Оны ол кезде құрдас көршісі де, туыс жақындары да білмеген. Ол уақытта Бидәулет екеуміз туып өскен Алтайда қазақ қайыр сұрайды, қазақтан қайыршы шығады деген ой жан адам баласының түсіне де кірмеген. Алайда анда-санда өзге бір ұлттың өкілдері мойнына дорба салып ел аралап қайыр сұрап жүретінді. Сақалдары кеудесін жапқан қария кісінің қайыр сұрап жүргенін көргенде таңырқап, әрі қорқып, қайыршы келе жатыр деп қашушы едік. Ал олар ешбір қазақтың үйінен құр шықпайтын. Бірі асқа тойдырып, бірі ақшасын салып беріп, қонақтай аттандырып жатушы еді. Осы жағдайды көріп біліп жүрген Бидәулет Албастының ойына бір күні жамандық түсіпті. Тым болмаса, қазақта емес қайдағы бір ұйғырдың да қалтасын толтырып жіберіп жатыр ғой. Мен сұрасам, неге бермеске? Деген үмітті қиял миына кіріп алыпты да күндіз-түні маза бермепті. Осы ойына іштей бекім жасаған сайын шақырғанның жұмысына бармай өзінен өзі шалқақтапты. Мойнымна оюлы тоқыма қоржынымды салып алып, тартып кетсем қайтеді деген ой не қоя алмай, не іске асыра алмай, өзі қажып біткен жанын ай емес, жыл бойы қажапты. Өз жоспарынан өзі зәразап болыпты. Содан не керек? Тағы бір туысы қайта-қайта жәрдемге шақыра берген бір күні, бұл да сол бұлдыр күзде берген ақсақ тоқысын бұлдап отыр деп шамданған Бидекең ойындағы әлгі шаруасына шарт бекініпті. Талай-талай оқталып, тартынып қала берген. Тартынып қалған соң тағы мазасыз күй кешкен ол, бұл жолы бастамасам Бидәулет атым өшсін деп, өзіне өзі серт етіп, орнынан секіріп тұрыпты. Шешінген судан тайынбайды, бірақ судың да кез келген жеріне қойып кетпей, ыңғайлы жерінен түсу керек қой. Оны енді жыл бұрын ойлап қойған екен. Қайыр сұрауды өз ауылынан бастаса, елдің бәрі күледі ғой. Ойбай, Бидәулет жынданып кетті деп қашатын шығар, кім біледі? Сондықтан қоңыр күздің бір күнінде оюының тамтығы ғана қалған ескі қара қоржынын сол иықтан қиғаштай оң мықынның тұсына салып алып, өз ауылынан кейін тағы 3 ауылды артқа тастап, тоз-тоз боп 4-ші ауылдың шетіне ілініп, бісміллә деп бастайды ғой. Ол кезде қазір де Бидәулет екеуміз туып өскен сол ауылда ешкім үй сыртынан айқайламайды. Тура келіп есіктің тұтқасын тартып ішке енеді. Әсіресе ауыл ішінің адамдары сонда емін-еркін араласады. Шаруасы болса айтып, шаруасы болмаса отырып, шәй ішіп, өзгеде кісісі көп мол дастархан болса ары-берден әңгіме қозғасып дегендей сағатта отырып қайтады. Енді бізден кейінгі 4-ші ауылдың салты өзгеше емес қой. Бидәулетіміз шетте тұрған бір үйдің ашық жатқан қақпасын ақырын ғана аттап кіріпті. Аттап кірсе, 5-6 адам ауладағы тәпшен тақтайда малдас құрып шәй сораптап отыр екен. Бұл кісі ассалауды соза қоя беріпті. Отырғандар шетінен әлік салыпты. Сонымен не керек? Келіңіз бен кеукелеп төрге бір-ақ шығарыпты. Күзді күнгі қою сүттен қатқан күрең шайды 2 қауып ұрттағанда қаншама жерден жаяулап қақтығып келе жатқан Бидекеңнің жұқа шекесі шып-шып терлепті.
Енді қазақ жөн сұраспай отыра ала ма? Қайдан келе жатсыз дейді өзіне жақын отырған біреуі. Тараты деген ауылдан дейді Бидекең өз ауылының тағы бір екі ауылды арап барып. Опырмай, сонша алыс жақтан жүр екенсіз ғой, шай алыңыз дейді кесе алып беріп отырған үй иесі. Таратыға барып тас лақтырсаң тәспидің басына тиеді деп естиміз. Өзің қай ел болдыңыз дейді біреңгезердей жуан қара. Я, тәспи сүйіннен тарайды ғой, біз тегейде шәлден тараймыз. Опырау, жақындап келесің ғой, шәлінің ішінде қайсы деп еңгезердей қара ентелей жақындайды. Шәлінің ішінде ботабаймын. Мә, міне сенің туысың екен ғой дейді жуан қараға үй иесі. Я, қызық болып жатыр. Тұра тұр, жә, содан ботабайдың қайсы дейді жуан қара тіптен ентелеп. Бидәулет саса бастайды. Турасын айтсам ба, айтпасам ба деп сәл ойланып бар, рудың әу баста дұрысын айтқан соң аяғын жалтарудың мүмкін емес екенін есіне түсіп, ботабайдан қараман дейді. Сонда әлгі еңгезердей дәу орнынан іркіле қозғалып кеп, Бидәулетті құшақтап қайта амандасады. Отырғандардың барлығы табысқан туысқандарға кеу-кеу айтып, мәре-сәре, еңгезердей қара мәз-мәйрам. Бидәулет жан-жағына қарап, жапақ-жапақ етіп ерекше қуанған болып ол отырады. Бұлар сөйтіп қауқылдасып жатқанда иығына сүлгі салған ұл бала келіп өзінің оң жағынан жоғалатып қолға су құя бастайды. Әне-міне дегенше ет те келеді. Буы бұрқырап алға келген үлкен табақтың Бидәулетке қараған жағында төңкеріліп жуан қойдың жамбасы жатыр. Әумин деп қол жайған үй иесі батаны кім береді дегендей бәріне қарайды. Бәрі Бидәулетке қарайды. Құдайы қонақсыз ғой, сіз беріңіз. Қонақ емес, қайыршы едім дейтін емес, қатты сасқан Бидекең ақ депті де, демін ішіне тартып, не дерін білмей бір қауым уақыт үнсіз қалыпты. Отырғандар үдірейе бәрі қарап қалған. Мойын тамырлары адырайып қызарып кеткен Бидекең бір кезде барып, Құдай жарылғасын, Аллах бар деп демін үзе ауыр күрсініп бетін сипайды. Құдай қонақтың мына күйіне қарап, Аллах бардың аман есен шыққанына шүкір дегендей отырғандар бір-біріне терең тыныс тапты. Енді қайтсын, ауылында да қайбір алдына табақ тартылып күнде бата беріп жүрген адам дейсің. Жат жерде қапелімде жаңағыдай жағдаймен жүргенде батаға осы да жарайды да. Сонымен еркек қойдың жамбас майын ортан жіліктің ойынды етімен қабаттастырып, тау жуасы туралған тұздыққа малып қарбыта асап отырып Бидекең неше түрлі ойға беріліпті. Шындығында Құдайдай күтіліп отырған мына қалпын қайыршылыққа қиғысы да келмей қалыпты. Жай ғана тамағын ішіп, басқа жаққа кетіп бара жатқан адам ретінде аттанып кеткісі келіпті. Оған неше жылғы теперіш, былтырдан бергі ой қайтадан қайырып әкеп, қайыршылықтың даңғыл жолына сала беріпті. Дәл мына дастархан басында қайыршы едім демей-ақ қояйыншы дейді іштей шарадай үлкен кесенің жалпақ бетін жылт-жылт еткізген қарсақ жон сорпаны сораптайын бір тартып жіберіп, айт, мына семіз туысың бай секілді ғой, бай болмаса да жеп семірді дейсің. Не жеп семірді дейсің? Жалғыз өзақ жарылғай салар мүмкін, айт дейді қайыршы даңғылына қайта түсе салған сәті. Ал туысым, ал, жеңіз, Құдай қонақ, жеңіз деп мыналар жік-жік бар бірінен бірі өтіп бәйек болады. Арпалыспен отырып ас шиеленеді. Оң қолынан, бес саусағынан 5-6 рет салғанда алажаздай қусырылып жүрген қу тырнағын бұлқылдатып жіберген еркек қойдың қолға шыққан жамбас майын сүрткісі келмей біраз отырған Бидәулет сәл ғана сәтке естанды бір рахат күй кешіп барып, майлыққа қолын созады. Дастархан басындағылар енді таудың қызыл бұйра аршасымен ықылы қата отырып, тіс шұқып Құдайы қонақтың әңгімесін ары қарай сұрайды ғой. Сонымен бұл жақта қандай шаруамен жүрсіз? Я, бұл жақта ма? Я, Құдай жекжат дегендей жақындарыңыз бар ма? Бидәулет тағы біраз үнсіз қалады. Ол үнсіз қалған сайын бәрі не дер екен, не қылып жүр екен дегенге онан сайын аңсарлары ауып қадала түседі. Әлі сол баяғы арпалыстың біріне жеңіле алмай отырған Бидәулет төменге тартып, ішіне түсіп кеткен үнін зорлана шығарып, мен жөнімді айтайын, мен қайыршымын. Қайыр сұрап жолға шығып едім дейді. Отырған жұрт ортасына жай түскендей бір-біріне ошарыла қарайды. Сөйтіп барып қайыршыға бір, қара дәуге бір қарайды. Өзі қара түсті, онан сайын қара қошқылданып, түрі түсініксіз бір қорқынышты көрініске айналып кеткен дәу орнынан атып түрегеліп, Бидәулеттің кеңірдегінен бір қалыпты. Кеңірдегін бір сығып, екі жағасынан қымқыра ұстап тік көтеріп, қайыршысы несі, иттің баласы,
бүкіл қазақтан шықпаған қайыршы енді Қараманнан шығайын деді ме? Тап бүгін сені мұлжалап өлтірмесем, әкемнен тумай кетейін, Қараман түгілі қазақ болмай кетейін деп сілкілегенде Бидәулеттің аяқ-қолы өлі адамдыкінде ебедейсіз ербеңдепті. Жұрт арашаламақ болса да, жараған бурадай жапырған Қарадәу ешкімге бой бермей Бидәулетті қақпадан сүйреп алып шығып, көгала қойдай қылып сабап, желкелеп отырып үйіне алып кетіпті. Құрақ ұшып Құдай қонақ күткен үй үрпейісіп қала беріпті. Ертеңіне бұл ауылдан екі атқа екі қой өңгерген екеу Бидәулеттің ауылына тартыпты. Кешегі Қарадәу ашуы бір арындап кетсе, айнала ауылын алақанында бүріп жіберетін айтулы азамат екен. Бидәулеттің бүкіл туыс ер адамдарын шақырып алып көздеріне шұқыпты. Неге жібересіңдер? Мына арам істі күллі Қараманның сүйегіне қайыршы деген мөр басып бере жаздады ғой. Енді бұлай істесе мұның ғана емес, айтпады демеңдер, екі-үшеуіңнің бастарыңды кесіп суға лақтырам деп ақырыпты. Бермей отырғамыз жоқ, беріп жүрміз, өзі де бір малмасын құрай алмайды деп міңгірлепті біреуі. Содан не керек? Қарадәу 2 күн жатып, туыстардан 20 шақты ұсақ малды Бидекеңнің қорасына қамап беріп, ауылына аттанған екен. Ел ішінде әңгіме жатама. Бұл ауылдан Қарадәу кеткенше, ол ауылдағы оқиға да жетіп үлгеріпті. Малға толып қалған қорасының есігін бекітіп жатқан Бидәулетті көрген Құнаш құрдасы анадай жерден айқайлап: «Ау, Бидек, амансың ба? Сен бір сапарға шығып келді дей ме?» деп күледі екен. «Ей, сапары құрсын, бері кел, сапар болғанда мені Меккеге барып келді деймісің? Не дұрыстап өздерің бермей, не елден алғызбай, діңкені құрттыңдар ғой. Бұл қазақтың ішінде қайыршы болып та жанба қалмайды екенсің», деп қарқ-қарқ күледі дейді Бидекең. «Ей, құрдас-ай, Қожанасырсың ғой, Қожанасыр. Бүйтіп сапарлап кеткеніңді кім білген? Қараманнан шыққан қайыршының көршісі кім екен десе, қияметте менің де атым аталып жүрмесін. Андағы қораңа мен де бір тұяқ кіргізіп жіберейінші», деп Құнаш та өз қорасына беттепті. Ел ішіне жеткен сөз енді жатама. Бидекеңнің әлгісі бермесең Бидәулет құсап қайыр сұрап кетем. Бидекешке қайыр сұрап қалмайын деген секілді тәмсіл болып жұрт аузына ілінеді де кетеді. Енді оған тоқтау бар ма? 4-5 жылдан кейін баяғыда Құдай қонақ болған ауылдағы оқиғаны Құнаш құрдасына басынан аяғына дейін тәттіштеп айтып берген Бидәулет дәу қара туысына сыртынан рахмет айтып, «Мыналар мені малдың басын құрай алмайды» дейді. Малдың басы топтанса құралады, екі ешкі бір тоқтыдан мал құралама екен деп күледі екен. Сол туысының ауылына барып қалсаң, бір түрлі болатын шығарсың, десем Бидегім, түйе пішкен жеріне жоламайды дегендей, содан бері ол ауылға кірмек түгілі маңына жоламай кеттім, деп ыржаң етеді, деп әңгімелейді Құнаш құрдасы. Осыдан 3 жыл бұрын ауылға барғанымда көрдім. Сөйткен Бидегім қойының санын 7 атам жеткізе алмады дейтін 100-ге де жақындатып қалыпты. Ендігі жеткізген де шығар.